Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін өте дәмді, ауызға салса ерейтін шакшактың рецептімен бөлісетін боламын. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Мінекей алдымен 2 жұмыртқамызды жарып аламыз. Өте оңай, сіздерді жасап көріңіздер. Видеомды соңына дейін қараңыздар. Мінекей енді ұнымызды, електен өткен ұнымызды шетінен салатын боламыз. Бірденен салып жібермеңіздер, өйткені қатты болып қалуы мүмкін. Сол үшін шетінен салып, қатты қамыр илейтін боламыз. Осылай жақсылап қатты қамыр илейміз. Июін қандырып илейсіздер. Шакшакты қалай істейсің деп барлықтары менен сұрайды. Сол үшін видеоға түсірдім. Осы видеоға қарап жасасаңыздар болады. Өте керемет болып шығады. 100% гарантия. Мінекей 10-15 минутқа қойып қойдым. 10-15 минуттан кейін енді жаятын боламыз. Жабысып жатса кішкене ұн сеуіп жіберсеңіздер болады. Ұн сеуіп, жұқа етіп жаятын боламыз. Кәдімгі еттің қамырындай жұқа болуы қажет. Дәл мен видеома қарап жасап көрсеңіздер, өте керемет, дәмді, ауызға салса ерейтін болып шығады. Оған 100% гарантия. Осылай қамырын шетінен басып, ұн себелеп жая береміз. Достар, каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Міне оқтауға орап, және осылай кесіп шығатын боламыз. Оп-оңай, ешқандай қиындығы жоқ. Балаларыңызға жасап берсеңіздер болады. Келесі күні тағы да сұрайтын болады. Осылай кесіп шығамыз. Және қиғаштап кесіп шығамыз. Осылай барлығын осылай кесіп аламыз. Осылай барлығын кесіп болған соң, майымызды отқа қойып, қыздырып қоямыз. Майымызға қып-қызыл етпей, орташа етіп, розовый етіп қуырып аламыз. Барлығын осындай қиық етіп кесіп аламыз, қиғашынан. Каналым дамуына үлес қосып, қазақша контентті қолдап кетсеңіздер болады. Мінекей қызып тұрған майымызға жақсылап арғы бет, бергі бетін аударыстырып, пісіріп алатын боламыз. Мінекей дайын болды. Осылай қызарса, уже ала бересіздер. Мінекей келесін салып, және тағы аударылыстырып, осылай жақсылап сүзіп аламыз, майын сорғытып. Және үстіне молокомызды сеуіп, нормальный қылып себесіздер. Мінекей араластырып шығамыз. Қонақтарыңызға ұсынсаңыздар, өте керемет. Үйге біреу келіп қалғанда тез жасап берсеңіздер, өте дәмді болып шығады, әрі оңай болып шығады. Мінекей молокомызды араластырып, жақсылап араластырып аламыз. Осылай тарелкамызға салып, балаларымызға, қонақтарымызға алдына ұсынсаңыздар, бетіне пудра сепсеңіздер де болады. Мен ештеңе сепкен жоқпын. Ас болсын.